Қорқынышты оқиғалар. Ай астындағы үй. Жаздың соңғы күндері. Айналаны қою тұман басқан. Аружан есімді қыз әжесіне ауылға келген. Кешкісін ол жалғыз өзі өзен жаққа серуенге шықты. Орман шетінде бұрын соңды болмаған ескі, иесіз үйге көзі түсті. Терезелері сынған, шатыры қисаған, бірақ ішінен жарық жанып тұрды. Қызығушылығы жеңіп, Аружан ішке кірді. Ішінде ешкім жоқ. Бірақ үстел үстінде шаң басқан қуыршақ отыр. Оның көзі қызыл түспен жанып тұрды. Кенет үстіңгі қабаттан тырсыл естілді. Қыз баспалдақпен жоғары көтерілді. Есіктің саңлауынан өзіне ұқсас біреуді көріп қалды. Бірақ ол қозғалыссыз тұр. Есікті ашқан кезде ішінде айнаның алдында тұрған өзі секілді қызды көрді. Бірақ оның көлеңкесі жоқ еді. Сол сәтте есік тарс жабылып, айналар сынып түсті. Аружан айғайлап есікке жүгірді. Үй ішінен қорқынышты дауыстар естіле бастады. Қыз әреңдегенде далаға шықты. Артына қарағанда үй жоқ еді. Кейінірек ол үйдің ешқашан болмағаны, ал сол маңда бір кезде жоғалып кеткен қыздың аңызы бар екені белгілі болады. Қуыршақ сол қызға тиесілі еді.